Сәлем достар, бүгін сіздерге чизкейктардың қамыры, яғни тестасын жасауды көрсететін боламын. Бұл универсалды қамыр, яғни кез келген пирогтың основасы ретінде пайдалансаңыздар болады. Осы тестадан барлық чизкейктің қамырын жасаймыз. Яғни ең алдымен біз електен өткізілген ұнымызды саламыз және сахарный пудра саламыз. Міндетті түрде сахарный пудраны пайдаланыңыздар. Және бір шай қасық толтырмай разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышын салып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз, бір-біріне біріктіріп. Кейін осы ұнымыздың үстіне сары майымызды пайдаланатын боламыз. Сары май менде тоңазытқыштан шыққан қатты сары май. 60% майларды пайдаланыңыздар пирогтың основасына. Өйткені 72-80% майлар қатты майлы болғандықтан біздің пирогтарымызды бөлгенде сыңғыш, үгітілмелі келетін болады. Ал маргарин бұл пирогтың основасына жарамайды. Мен сияқты осылай кубиктап салып алсаңыздар болады, немесе терканың көмегімен теркаласаңыздар да болады. Оның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Ең бастысы, сіздер маймен ұнды араластырған кезде біркелкі майымыз қалып қоймайтындай крошка ретінде жасап алсаңыздар болады. Оған сәл ғана уақыт кетеді. Сондықтан жақсылап майымызбен ұнымызды қолымызбен езгілеп крошка дайындап алыңыздар. Сонда ол біздің пирогымыздың тестаның жақсы шығуына осы жерде қатты рөл ойнайды. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап езгілеп крошка дайындап алдым. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа менде бөлме температурасында тұрған жұмыртқа, жылы жұмыртқа және 20-25-15% кез келген қаймақты пайдалансаңыздар болады. 50 грамм, яғни бір үлкен ас қасықпен сметанамызды салып және бір жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз. Яғни сонда бізде қамырымызға бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның тек қана сарысы кетті. Енді осыны жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде сондай нәзік, жұмсақ қамыр болып шықты. Егер де қамырыңыз қолыңызға сәл жабысып жатса, сәл ғана ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Бірақ көп сеппеңіздер, онда біздің қамырымыз қаттылау қамыр болып қалады. Енді салафанға салып 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей бізде осындай қамыр шықты, өте нәзік, песочный, жұмсақ қамыр. Осы қамырларыңызды сіз кез келген пирогтарыңызға, чизкейктеріңізге қолдансаңыздар болады. Өте ұнайды деген сенімдемін. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.